Құрметті әріптестер, жұмысымызды жалғастырамыз. Келесі сөз кезегін Асылбеков Есбол Сенбековичке бергім келіп тұр. Есбол Сенбекович, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен есімім Асылбеков Есбол, Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты Чехов атындағы нөмір 21 жалпы орта білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі, педагог шеберім. Менің бүгінгі авторлық бағдарламам тақырыбы тарихтың бұрынғы беттеріндегі қазақ хандығының құлдырау және бодандық кезеңдері. Яғни біз әрдайым тарих оқулықтарында да және оқушыларға тарихты түсіндіргенде біз тек көбінесе мынау жеңістерімізді, тұлғаларымызды көбінесе жаңағы көтермелеп айтып, және көбіне біз мынау қиын кезеңдерді көбіне айта бермейміз. Яғни сол және біздің осы бір тарихымыздағы өте бір жаңағы ел басына күн туған сондай бір күрделі ауыр кезеңдерді біз тарихта көбіне жүйелі түрде түсіндірмейміз. Сондықтан мен осы тақырыпты алуды жөн көрдім. Яғни ұлт тарихымыздағы күрделі әрі ауыр кезеңдерді жүйелі түсіндіруге бағытталған бұл авторлық бағдарламам. Бұл 7-ші сыныптарға арналған, себебі 7-ші сыныпта осы жоңға шапқыншылығы кезеңінен және мынау Ресей империясының қол астына өту, бодандық өту кезеңдерін, осы кезеңдерді өтеді. Сондықтан мен осы 7-ші сыныпқа арнап осы бір тақырыпты ашып жан-жақты түсіндіргім келді. Және осы бір кезеңдегі тарих оқиғаларды талдап, олардың себеп салдарлық байланыстарын анықтап, және осы бір кезеңге қатысты дерек көздермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру да алдыма мақсат етіп қойдым. Міне бұл бір кезең өте бір қазақ тарихындағы өте бір күрделі кезең, жаңа да айтып өттім. Яғни қазақ жеріне жан-жақтан анталап, яғни оңтүстіктен Хиуа, Қоқан, мынау солтүстіктен Ресей, мына жақтан жаңағы шығыстан жоңға шапқыншылығы, міне осы бір кезеңдерде жаңағы біздің еліміздің ел болып аман қалу мәселесі өте бір күрделі мәселеге айналды. Және өзіміздің хандықтың ішіндегі қайшылықтар, сонымен қатар және ол бірнешеге бөлініп кетуі, қазақ жерінің бөлек-бөлек жаңағы абай айтқандай бас-басына би болған өңкей қиқым дегендей, жаңағы өз алдарына хан сайлап алулары, осы қиын кезеңдерді авторлық бағдарламамның мақсаты мен міндеті етіп алдым. Енді осы кезеңдегі карталар, құжаттар, деректі фильмдер, хронологиялық кестелер және интерактивті тапсырмалар арқылы бұл жаңағы бағдарламамды байыта түстім. Және осылар арқылы оқушылардың жүйелі сыни ойлау және тарихи дағдыларды талдау, оны дамытуға септігін тигізгім келді. Сонымен қатар бұл кезеңдегі қазақ тарихындағы жағдай, яғни бұл бір ғана кезең емес, бұған дейін де мына Қасым хан мен Хақназар ханның арасындағы өте бір аумалы-төкпелі кезең болды. Бірнеше хандар ауысты. Жаңағы Тахир, Бұйдаш, Ахмет хандардың кездерінде де қазақ елінің ел болып сақталып қалу өте бір қиын мәселеге айналды. Сондықтан бұл мәселелерді мен авторлық бағдарламаларыма негіз етіп алдым. Одан кейін мынау Ресейдің қарамағына енудегі сол кезеңдегі ұлт-азаттық көтерілісте Кенесары бастаған жаңағы 1837-47 жылдардағы өте бір қиын кезең көтерілісте бұл жердегі тарихи тұлғалардың іс-әрекетіне тарихи деректер негізінде баға беру және бұл тарихи оқиғалардың себеп салдарлық байланысын анықтау. Бұның барлығын біз көбінесе
мынау оқулықтарда үстіртін қарастырып өтеміз. Сондықтан мен тарихи деректер негізінде, мәселен жаңағы Ахмет Сұлтанның Насап нәме сыздық деген еңбектерінің ішіндегі деректер бойынша осы кездегі жаңағы ішкі хандықтың алауыздық, Абылай ұрпақтарының бірін-бірі найзалап өлтіру, хандық талас, жаңағы билікке талас, және жаңағы ішкі талас тартыс, міне осының барлығы біздің сол кезеңдегі біз тек қана жаңағы сырттан Ресей жаулап алды, Ресей басып алды дейміз, ал негізінен өзіміздің ішкі талас тартыстар мәселелерде бұл неге хандықтың әлсіреуіне себепкер болды. Және сонымен қатар мен бұл тәжірибемді мынау 2003 және 2025 оқу жылдары аралығында Астана қаласында нөмір 72 мектеп лицей, Алматы қаласындағы нөмір 150 мектеп гимназия және Түркістан облысы Сайрам ауданында нөмір 20 Сейфуллин атындағы мектептерде тәжірибемді тараттым. Және бұл оқушылардың қызығушылығын, сабаққа деген белсендігін және жаңағы тиімділігін арттырды. Бұл жаңағы менің авторлық бағдарламамда негізгі оқушылардың тарихи санасын қалыптастыру негізгі мақсатым. Өздеріңізді білесіздер, қазіргі кездегі тарихи сананың қалыптасуы және ол арқылы ұлттық сананы қалыптастыру қазіргі кезеңдегі өте бір маңызды мәселенің бірі болды. Және де мынау біздің жаңағы 2024-2025 жылғы рұқсат етілген жаңағы жарияланымда педагог үздік тәжірибесін тарату, сол бойынша білім айнасы журналына және сонымен қатар ұлағат журналына жарияланған мақалалар міне слайдта сіздер көріп отырсыздар. Сонымен қатар мынау шетелдік Францияда, Париж яғни конференциясына қатысып, сол жердегі жарияланған мақалаларды және сертификаттарды сіздерге ұсынып отырған жайым бар. Және сонымен қатар мынау Шымкент қалалық әдістемелік орталықта бұл авторлық бағдарлама бекітіліп, яғни республикалық кеңеске ұсынылды. Бұл республикалық кеңеске ұсынылды және алдағы уақытта оны сол жақтан да қорғап, алла қаласа республика көлемінде таратамын деген ойдамын. Қорытындылай келе, бағдарлама аясында қазақ хандығының өте бір қиын тарихи кезеңдердегі сыртқы жаулардың және ішкі қарама-қайшылықтардың зардабы және бұл кезеңдегі жаңағы соғыстардағы халықтың ерлікпен оқушылардың тарихи әділетпен халықтың төзімділігі деген құрметін ұятады. Және жеке тұлғалардың рөлін сезіне отырып, бұл тарихи кезеңдердегі елін және отаншылдық рухын көтереді бұл курс. Және сол кезеңдегі біздің Абылай ханның тарих сахнасына шығып, мына Ресей мен Қытай арасында дипломатиялық шеберлігі, сол арқылы біздің ұлттық бірлікті сақтаудағы тарихи рөліне баға беріледі. Міне бұның барлығы қазіргі бүгінгі тәуелсіздік Қазақстанның бастауы ретінде танытуды мақсат етіп қойдым. Және Абылайдан кейінгі мына Кенесары көтерілісін айтып өттім, ұлт-азаттық көтеріліс. Және бұнымен қатар бізде мынау Жетісудағы Мұхтар Әуезовтің қилы заман романындағы Жәмеңке батырдың, ұзақ батырлардың рөлі, және мына Сырдария өңіріндегі Қоңырат руларының көтерілістері, және мына сонымен қатар мына созақ көтерілістері көбінесе тарихта оқулықтарда айтыла бермейді. Міне сондай ірілі ұсақты халықтың азаттық көтерілістері Ресейдің бодандық саясатына қарсы. Осылардың барлығын осы бағдарлама аясында тоғыстыруға тырыстым. Яғни қорыта келгенде бұл менің жасаған элективті курсым оқушылардың сауаттылығын арттырып қана қоймай, ел тарихына, мемлекетке, ұлт бірлігіне және егемендікке деген терең
құрмет пен жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Яғни тарихтың не үшін ол кезеңдерде біздің ата бабаларымыз осындай бір құлдырау кезеңдеріне түсті. Оның себептерін түсіну арқылы бүгінгі қоғамдағы бірлік пен тұрақтылықтың маңызын, қадірін сезінеді. Міне сондықтан да оқушыларды жауапкершілік, әділеттілік, ұлттық бірлік, еркіндік сияқты моральдық категорияларды сіңіре отырып, болашағына бейжай қарамайтын ұрпақ тәрбиелеуге көмектеседі. Сондықтан біз қазіргі кезде болашақ ұрпақты мына тәуелсіз Қазақстанның, тәуелсіздіктің маңызын, оның құнын сездіре отырып, оны мемлекеттік идеямен ұштастыруымыз керек деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Есбол Сембекович, көп рахмет, өте қызықты, өте жаңағы маңызды, бір зор сондай тақырыпты көтеріп жатсыз. Енді біраз нәтижеге жетіпсіз бұл немен, жаңағы тақырыппен. Енді сізге тек аманшылық тілейміз, және осы жұмысыңыз ары қаратай дамып, бүкіл Қазақстан бойынша оқушыларына әрбір тарих оқулығына ма, барлығына сіз зерттеген жұмыстарыңыз бәрі енсін деп соны тілектеспіз біздер. Биіктен көрініңіз, әрқашанда өте қызықты, өте маңызды тақырып көтеріп жатсыз. Рахмет, сәттілік тілейміз сізге. Құрметті әріптестер, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Келесі сөз кезегін Спандиярова Эльмира Сатыбалдиевнаға бергім келіп тұр. Ербол Сембекович, сіз өзіңіздің слайдыңызды жауып тастасаңыз. Эльмира Сатыбалдиевна, дайынсыз ба? Султановна, мені де қосшы жүрген, Жетісай ауданы, Алмасбекова. Так, құрметті әріптестер, Спандиярова Эльмира Сатыбалдиевна. Спандиярова Эльмира Сатыбалдиевна. Жақсы, так, Эльмира Сатыбалдиевна дайындалғанша, келесі сөз кезегін Умбитаева Гүлмира Заттылаевнаға берілгім тұр. Так, Гүлмира. Умбитаева Гүлмира дайындалғанша. Мен Алмасбекованы да қосыңызшы тізімге. Так, Умбитаева Гүлмира Заттылаевна, сөз кезегі сізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 44-ші Жаңадала жалпы білім беретін мектебінің директоры және қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, өзім педагог зерттеушімін. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жазылым мен тыңдалым дағдыларының меңгертудің түрлі әдіс тәсілдері. Мұндағы жазылым дағдысын қалыптастыру оқушыларды оқытуға, жеке тұлғаға бағытталатын тәсілдердің ажырамас бөлігі болып табылады. Осыған байланысты мұғалімнің рөлі өзгеруде. Тұлғаға бағытталған технологиялар, субъектілер арасындағы ынтымақтастық негізінде оқу процесін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мұғалім мен оқушының өзара әрекеті үзілмейді. Сонымен қатар ол көтермеленеді, бағалау үздіксіз жүзеге асырылады, қозғалыс процесі сапалы нәтижеге бағаланады, оқушы өз кемшіліктерін өз бетінше және саналы түрде анықтайды және мұғаліммен бірге оларды жою үшін жұмыс жасайды. Мұндағы менің ең бірінші мақсатым, бағдарламаның мақсаты жазылым дағдысын меңгертудің түрлі әдіс тәсілдері. Арнайы курсының негізгі мақсаты оқушыларды ойлау еңбегіне дағдыландыру, ізденіске жетелеу, жазбаша көркем тілін дамыту, олардың қабілетін, дарынына әсер ету, шығармашылық жұмыстарға баулу. Яғни бұл жерде оқушылардың орфография, орфоэпия, яғни дұрыс жаза білу. Қазіргі таңда менің жалпы мектебімде қазақ мектебі, бірақ та бізде өзге ұлт өкілдері бар. Сондықтан бұл жерде қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді дұрыс жаза білу дағдысын мен балаларға үйрету негізіндемін.
яғни бағдарламаның міндеті әдеби тіл, оның даму тарихының мәліметін беру, яғни біздің қазақ тіліміздің дамуын балаларға түсіндіре білу, қазақ тілінің қоғамымыздағы рөлі. Қазір ең маңызды тіл біздің мемлекеттік тіл. Яғни өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте негізінде біз өзіміздің мемлекеттік тілімізді барша қазіргі таңдағы біздің шәкірттерімізге құрметте білуге біз үйретіп, соны дағдыландыруымыз керек. Сосын грамматиканың салалары бойынша, яғни грамматика бұл жерде сауатты жазу ең бастысы. Функционалдық сауаттылықты үйрету, яғни фонетика, әріптерді дұрыс тыңдау, әріптерді дұрыс айту, яғни дұрыс жазу. Келесі шығармашылық жұмыс ұйымдастыру. Шығармашылық жұмыс бұл жерде балалардың ой өрісін, яғни шығармашылықпен айналысу, өздері 4 шумақ өлеңдер шығару, суретке қарап эссе жазу, суретке қарап мәтін жазу, жаңағы ойын толық жеткізе білу. Сосын лингвистикалық талдау жасауға үйрету, яғни оқушыларды мынау жұрнақ, жалғау, сол сияқты жаңа септіктер, міне сол қазақ тілінің барлық бағдарламасын толық меңгерте білу. Бұл жерде оқушының дамуы ең бірінші ойлау еңбегі, оқушылардың ой өрісін, оқушыларды терең ойлауға, ақпаратты сыни тұрғыдан талдауға дағдыланып үйрету. Келесі міндетіміз біздің жазбаша көркем тілде үйрету. Яғни сауатты және көркем жазу арқылы өз ойларын анық жеткізу қабілетін қалыптастыру. Қазіргі таңда біздің балаларымыз көбінесе қысқа сөйлейді. Яғни өзіміз солған біз үйреніп қалғанбыз. Мысалға балаларымыз кейде ок, тж, бж деген сияқты қысқа айтылып кетеді. Міне соның барлығын біз толық балаларға анық сөйлеп, соны толық жаза білуді үйретуіміз керек. Келесі шығармашылық. Оқушылардың шығармашылық әлеуетін ашу және оны дамыту. Келесі ізденіс пен дербестік. Өз бетінше ізденіп, дербес жұмыс істеуге баулу. Яғни өз бетінше бізде балаларымыз қазіргі таңда берілген тапсырманы орындап қоя салады. Көбінесе біз өз бетінше балаларға тапсырма беруді қазіргі таңда аз. Мен соны осы авторлық бағдарламаның ішінде 34 тапсырма, яғни 34 күнге белгіленген 34 тапсырмамыздың ішінде жаңа бір тапсырмада өзінше жұмыс істеу бір бөлігінде бар. Яғни жоспардың ішінде. Бағдарламаның міндеттері тілдік білімді тереңдету, яғни әдеби тіл тарихы, әдеби тіл және оның даму тарихының туралы терең білім беру, қазақ тілінің рөлі, яғни қазақ тілінің қоғамдағы маңызды рөлін түсіндіру балаларға, грамматикалық тапсырмалар, грамматиканың әр саласы бойынша шығармашылық тапсырмалар ұйымдастыру, лингвистикалық талдау, мәтіндерге стилистикалық талдау жасауға үйрету, сөз мәдениетін қалыптастыру, яғни оқушылардың сөз мәдениетінің сөйлеу этикасын қалыптастыру. Жаңа мен айтып кеттім, яғни балалардың қазіргі таңдағы сөйлеу мәдениетін біз дұрыс қалыптастыра білуіміз керек. Өйткені бұл қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз. Мінекей жоспардағы оқытудағы